160 рубль, 100 рубль және 97 рубль бүгінгі көрсететін боттан тапқан адамдардың ақшалай нәтижесі. Сәлем достар, сіздермен Дәулет Бисұлтанов. Бүгін Telegram боттар арқылы ақша табу тәсілін көрсетемін. Ешқандай салымсыз, барлығын түсініп маңызды жерлерін жіберіп алмас үшін міндетті түрде видеоны толықтай көріңіз. Каналға подписка, лайк басуды ұмытпаңыз. Біз бастаймыз. Достар, сіздерге қазір өте оңай ақша табатын ботты көрсетемін. Аты Chambo деп аталынады. Ссылкасы видеоның астында болады. Осы Telegram боттан ақша табу үшін барлығын толығымен көргендеріңіз дұрыс. Мына жерде перезапустить басам, сіздерде старт деген болады. Одан кейін нажмите help деп тұр, осыған басамыз. Ары қарай осы жерге өздеріңіздің Kiwi номерларыңызды жазу керек болады. Регистрация жасаған кезде номерларыңызды дәл осылай жазу керек. Бірінші Kiwi деп жазамыз, одан кейін +7, ары қарай өздеріңіздің Kiwi кошелектарыңыздың номерін жазамыз. Отправить басамын. Тағы бір айтатыным, осы боттағы заданиялар өте оңай. Қазір сіздерге толығымен көрсетемін, сондықтан да осы видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Және осы жерде жазылып тұр, правила использования бота деп, осының барлығын өздеріңіз оқып шыққандарыңыз дұрыс болады. Одан кейін дальше help дегенге басамыз. Если кроме русского языка вы знаете другие языки, яғни таңдауға болады. Мына жерде мысалы русский, белорусский, чеченский барлығы бар. Біз мысалы русский дегенді таңдаймыз осы жерде. Дальше тағы help дегенге басамыз. Одан кейін English, одан кейін help тағы. Бұл жерде сіздерге өздеріңіздің Instagram профильдарыңызды көрсету керек болады. Женский или мужской өздеріңіз таңдайсыздар. Одан кейін сіздер get task дегенге басасыздар. Сіздерге задание шығады, сол заданияны орындағаннан кейін ақша берілетін болады. Мен басқа аккаунтымда заданиялар орындап шықтым, қазір көрсетемін. Жаңа айтып кеткендей, бұл бот арқылы ақша табу өте оңай. Мысалы, менде зачислено 0,49 рубль деп жазылып тұр. Бұл бір заданияға. А баланста қазір 563 рубль. Одан кейін тағы бір айтатыным, получение нового задания, яғни әрбір минут сайын сіздерге задание келіп тұрады. Мына жерде получить задание get task дегенге басамыз. Енді қараңыздар, задание на внимательность деп тұр. Бұл жерде не істейміз? Осы комментарияны скопировать басамыз, осы Инстаграмға барамыз. Жаңағы ссылкамен Инстаграмды ашамыз да, мына жерде комментарияға опубликовать басамыз. Осы комментарияны жазғаннан кейін check please осыған басамыз. Одан кейін проверяем выполнение деп шығып тұрады, күту керек болады. Міне достар, зачислено 0,48 рубль деп. Енді қазір баланста 6,11 рубль бар. Еш қиындықсыз. Одан кейін осы ботқа уведомление қойғандарыңыз дұрыс, өйткені заданияларда жоқ болуы мүмкін. Дәл задание келген кезде сіздер сразу орындай аласыздар. Қазір мына жерде біз тағы 1 минут күту керекпіз задание орындау үшін. Тағы бір задание. Осы комментарийді копировать етемін. Одан кейін осы ссылкаға басамын, астында комментарий, вставить, опубликовать. Міне достар, тағы бір задание орындалды. Когда будет готово, запросите проверку дейді. Check please басамыз. Проверяем выполнение. Зачислено 0,4 рубль. Осында еш қиындығы жоқ, ақша табатын бот. Ссылкасы видеоның астында қалдырамын. Өздеріңіз ары қарай осы ботпен жұмыс істейсіздер. Достар, және тағы бір айтатыным, регистрация жасап болғаннан кейін, мына жерде get task дегенге басқан кезде новых заданий еще нет деп шығуы мүмкін, сондықтан да кішкене күте тұру керек болады. Уведомленияны әрине қосып қойыңыздар. Одан кейін барып осы жерден задание орындай аласыздар. Менде де ондай басында болды. Ал кейбіреулеріңізде задание сразу шығуы мүмкін. Міне достар, менің екінші аккаунтымда get task дегенге бассам, задание на внимательность деп шығып тұр. Копировать басамыз. Осы ссылкамен өтеміз. Осы жерге жаңағы копировать еткен смайликті қоямыз. Зачислено 0,4 рубль. Қазір бізде баланста 7,31 рубль бар. Ақшаны шығарып алу үшін мына жерге pay дегенді басамыз. Жазылып тұр вывод средств деп. Запросить выплату можно на странице, яғни осыған басамыз. Достар, бұл жерде ақшаны шығарып алу Kiwiға 15 рубльдан басталынады, Payer-ға 50 рубльдан. Мен 15 рубльға жеткізгеннен кейін өзімнің жеке Telegram каналыма салып қоямын. Ссылкасы видеоның астында болады. Бірінші бот subscriber деп аталынады, ссылкасы видеоның астында қалдырамын. Одан кейін сіздер осы жерге кіргеннен кейін запустить дегенге басасыздар. Одан кейін бізде осындай пост шығады. Бұл жерде бізге қалай ақша төлейді? Біріншіден достарыңызды шақырғанға 0,75 рубль төлейді, 0,5 рубль ол подписка группаға, 0,25 ол каналдарға подписка жасағанға, және жай ғана просмотр арқылы ақша табамыз. Енді астында заработать дегенге басамыз. Одан кейін бізге для использования бота подпишитесь на канал дейді. Қазір сіздерге барлығын толық көрсетемін. Сіздерде қайталап ақша табу үшін осы видеоны аяғына дейін көріңіздер. Мына жерде жазылып тұр для использования бота подпишитесь на канал деп. Подписка жасаймыз қазір, подписаться. Міне енді біз ақша табуымызға болады. Мына жерде бізде жазылып тұр доступно деп, задание на подписку 2. Подписаться на канал дегенге басайық. Перейти к каналу, подписаться. Одан кейін проверить подписку.
подписку. Міне вам начислено 22 копейка деп шықты. Ары қарай заработать 6 да 16, подписаться на канал, проверить подписку. Міне тағы да ақша төленді. Өздеріңіз көріп тұрсыздар, ешқандай қиындығы жоқ, тек қана подписка жасап та осылай оңай ақша табуға болады екен. Ары қарай біз жалғастырамыз, қазір барлық тәсілін көріп шығамыз толығымен. Сонымен қатар мына жерде бізде смотреть посты деген бар. Бұл өте оңай, осыдан бастайық. Одан кейін осы жерде әрбір постты көргенге бізге ақша төленеді. Ол үшін осы кнопкаға басамыз. За просмотр вам начислено деп шықты. Ары қарай жалғастырамыз, одан кейін тағы осы жерде басамыз. Тағы төленді. Келесі. Міне көріп тұрсыздар, ешқандай қиындығы жоқ. Осының барлығын ары қарай жалғастырып, осылай басып, қалған барлық посттарды көріп шығуға болады. Одан кейін әрқайсынан аз да болса да осындай ақша табамыз. Енді бізде задание на группы деп тұр. Бұл жерде біреу. Осыны орындайық. Перейти к группе, присоединиться, проверить. Вам начислено деп шықты. Жалпы достар, бұл жерде күнделікті обновление болып тұрады, яғни задание на подписку бір күнде 15 болуы мүмкін, немесе 30 адамға подписка жасауға болады. Сондықтан да күнделікті егерде кіріп тұрсаңыздар, осындай заданиялар көп болады. Енді қарап тұрсаңыздар, мына жерде задание деген бар, осыларды орындап көрейік. Описание задание дегенді оқимыз. Бұл жерде бізге простая регистрация, одан кейін почтамен телефондарыңыздың скринін осы жерге жібереміз. Бұл заданияға бізде 1-2 рубль төлейді. Жалпы осындай заданияларды орындауға болады. Одан кейін егерде бұны орындағыларыңыз келмесе, онда следующее задание дегенге басамыз. Бұл жерде бізде доступно квестов 8 деп тұр. Квест номер 1, осыны бастап көрейік. Егерде өздеріңіздің 10 достарыңыз болса, соларға жібересіздер. Одан кейін взять квест деп басамыз. Сол кезде бізге 3 рубль ақша подарок ретінде беріледі. Жалпы осындай қиын емес заданиялар. Одан кейін келесі бізде задание на боты деп тұр. Бұл да өте оңай. Осыны орындап көрейік. Ол үшін перейти к боту, запустить. Перешлите любое сообщение от бота дейді. Ол үшін не істейміз біз? Осы ботқа кіреміз, переслать сообщение, subscriber, отправить басамыз. Міне вам начислено 0,1 рубль деп шықты. На subscribe ботынан шыны керек көп ақша таба алмайсыздар. Мына жерде жазылып тұр, вы можете заработать 138 рубль деп. Ол дегеніміз 700-800 теңге. Сондықтан да сіздердің сұрауларыңыз бойынша осындай телеграмда ақша табатын ботты көрсетіп отырмын. Егерде интернеттен енді ғана бастап ақша тауып жатсаңыздар, онда ең басында осындай боттарды қолдануларыңызға болады әрине. Және достар, осы боттан тапқан ақшамды телеграм каналға саламын. Телеграмның ссылкасы видеоның астында болады. Ал сіздермен болған Дәулет Бисұлтанов. Жаңа ақша табу тәсілдерін жіберіп алмас үшін менің каналыма осы жерде подписка жасаңыздар, және де осы видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Әр апта сайын бір жаңа схема шығып тұрады.